Бұл Бақашақ онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Бүгінгі видео сабақта ең жиі қолданылатын, ең керек сөйлемді үйренеміз. Ол қалың қалай және жауабы өте жақсы. Ал кеттік. Алдында өткен сөзіңіз не хау, сәлем. Есіңізде ғой, үшінші орындар қатарынан келген кезде соңғысы үшінші болады, алдындағылары екінші болып кетеді. Не хау. Енді бүгінгі бірінші жаңа сөзіңіз ма. Бұл деген қазақ тіліндегі сияқты тіркестер. Ма, ме, ба, бе, папе деп сұраймыз ғой. Барасың, ба, жақсы, ма деп. Бірақ Қытай тілінде тек қана ма деген тіркес бар. Енді қараңыздар. Бұл жерде 0-ші тон. Ма. Әрине, 0-ші тон жоғарыда ешқандай тонмен көрсетілмейді. Бұл реті 5-ші болады, бірақ оның басқа да атауы 0-ші тон. Енді қараңыздар. Ма. Жаңа 1-ші тон ма алға созамыз. 2-ші жоғарыға. 3-ші төмен, жоғары. Бірақ бұл жерде ешқайда созылмайды, тек қана ма. Ма. Енді бұл тонмен жақсылап жаттығу үшін алдындағы иероглиф керек. Мысалы, хау жақсы, хаума жақсы ма дегенді білдіреді. Мысалы, бір зат жақсы ма, телефон жақсы ма, немесе жарайды ма дегенді білдіреді. Тағы да оқимыз. Қараңыз. Хау, үшінші тон. Хау, енді ма. Хаума. Хаума. Естеріңіздер ғой, мен кідірген кезде міндетті түрде дауысыңызды шығарып, мұқият қайталап тұрыңыздар. Әрқашан. Хаума. Хаума. Егер сіз бұны жай хаума дей салсаңыз, онда мүмкін қытайлардың барлығының 40% немесе 50% ғана түсінуі мүмкін. Бірақ менің мақсатым, менің оқушыларым 100% дұрыс сөйлейтін дәрежеге жеткізу. Қытайлар бірден түсіне алатын дәрежеге жеткізу. Сол үшін бірдей қайталаңыздар, жарай ма? Сол үшін жеткілікті дұрыс мөлшерде көңіліңізді аударыңыздар тондарға. Ал кеттік. Тағы да хаума. Хаума. Енді бірге оқимыз. Бірінші сәлем сөзін оқимыз. Ни хау. Ни хау. Енді бірге. Ни хаума. Ни хаума. Мағынасы. Сен жақсысың ба? Қалың қалай? Ни хаума. Қалың қалай? Енді жауабы. Қараңыздар. Келесі жаңа сөзіңіз хон. Хон. Үшінші тон. Енді қараңыздар. Бұл жерде деп оқыдым. Сол үшін бізге қазақ тілін білетіндерге бұл дыбысты айту өте ыңғайлы, оңай. Е әріпі осындай пененің ішінде келген кезде болып оқылады. Әрине бұл кейде деп те оқылады, оны уақыт келгенде айтамын. Өкінішке орай орысша түсіндірген кезде бұл жерде көп мұғалімдер қателік жібереді. Бұны деп, элеватор деп түсіндіреді, хэн ол дұрыс емес, бірақ сіздерге оңай, өйткені қазақ тілін білесіздер, хон деп оқылады. Жарай ма? Үшінші тон хон мағынасы өте. Сонда жауабы өте жақсы. Қараңыздар. Хон, үшінші тон, хау, жақсы, үшінші тон. Әрине алдында айтқандай, үшінші тондар айтылмайды. Хон, хау деп айтылмайды. Соңғысы үшінші болып қала береді, алдыңғылары екі болып кетеді. Сонда, хон хау, хон хау, хон хау, хон хау деп оқисыздар. Әрине мен қазір жылдамдығым кішкене тез сияқты көрініп тұрған шығар сіздерге, айту жылдамдығым. Хон хау, хон хау. Бірақ қазірден бастап сол жылдамдыққа егер құлақтарыңыз үйреніп, тілдеріңіз үйреніп кетсе, онда керемет дәрежеге жететін боласыздар. Тағы да қайталаймыз. Хон хау, хон хау. Өте жақсы. Енді қайтадан сұраймыз, жауап береміз. Ни хаума, ни хаума, хон хау. Хон хау. Көрдіңіз бе? Осылай міндетті түрде. Қараңыздар, мына нұсқаны ни хаума деп айтпаңыздар. Ол дұрыс емес. Ең дұрысы ни хаума. Міне осылай ең пайдалы сөйлемдерді үйреніп алдыңыздар. Егер бұл материалға байланысты сұрақтарыңыз болса, Telegram группада сұраңыздар. Айтпақшы, сол жақта практикада жасаймыз. Өйткені практикасыз шет тілін үйрену өте қиын. Айтпақшы, қолдауды да ұмытпаңыздар. Тіркеліңіз, лайк басыңыз, таныстарыңызға жіберіңіз. Бұл Бақашақ онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.